оттекті алу және оның қасиеттерін тану зертханалық жұмысына қажетті марганец 4 оксиді және сутек пероксидінің ерітіндісі. Сонымен қатар бізге Петри табақшасы керек болады. Петри табақшасына өлшеуіш сынауы арқылы 20 мл сутек пероксидінің ерітіндісін құямыз. Бөлме температурасында сутек пероксиді баяудырайды. Реакцияның белгісі білінбейді. Алайда ерітіндіге марганец 4 оксидінің бірнеше түйіршігін салып, бұл процесті жылдамдатуға болады. Қара түсті оксид түйіршіктерінің маңайынан бірден газ бөліне бастайды. Бұл оттек. Қанша уақыт тұрса да марганец 4 оксидінің түйіршіктері ерімейді. Яғни марганец оксиді реакцияны жылдамдатады, бірақ өзі өзгеріске ұшырамайды. Марганец 4 оксиді сутек пероксидінің айырылу реакциясында қандай қызмет атқарады? Бақылағандарыңды жазып, реакция теңдеулерін құрастырыңдар.